Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге қызылшадан қыстық салаттың дайындау жолын ұсынатын боламын. Қызылшаның емдік қасиеті өте көп және де өте дәмді болып шығады бұл салат. Міндетті түрде қысқа дайындап алыңыздар және де каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: 3 кг қызылша, 2,5 кг қызанақ, 4 дана тәтті бұрыш, 2 дана полугорки бұрыш, яғни жартылай тәтті бұрыш, сарымсақ, яғни чеснок, тұз және сұйық май қажет. Ең алдымен барлық көкөністерді ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Барлық көкөністерді ет тартқыштан өткізіп болғаннан кейін осындай үлкен эмаль ыдысқа құйып аламыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін газға қоямыз, яғни отқа. Алдымен қатты отта қайнататын боламыз. Қайнағаннан кейін отымызды сәл баяулатып қоямыз. Басында осылай салатымыз кішкене қоюлау болады. Сол үшін жақсылап араластырып жіберу керек. Көкөністерімізді жақсылап араластырып алғаннан кейін 200 мл сұйық майымызбен 2,5 ас қасық толтырып тұз саламыз. Бұл заттарды қосқаннан кейін де жақсылап араластырып жіберіп, енді кезекте салатымыздың қайнауын күтеміз. Салатымыз ақырындап бұрқылдап қайнай бастаған уақыттан бастап, яғни 1 сағат уақыт күтеміз. 1 сағат қайнатамыз. Орташа отта қайнататын боламыз 1 сағат. Енді кезекте банкаларымызды алдын ала стерильдеп қоюға болады, немесе осы салатымыз дайын болғанша осылай 10-15 минут банкаларымызды қайнатып стерильдеп қоямыз. Міне 1 сағат қайнағаннан кейін осындай қызылшамыз әдемі түске енеді және де осындай ыстықтай бетінде банкаларға құйып жауып аламыз. Қоюы мен сұйығын араластырып жіберіп құямыз. Және де қақпақтарында стерильдеп дайындап қоямыз. Ешқандай уксус қоспаймыз. Енді кезекте қақпағын жабу барысында өте мұқият болыңыздар. Қақпағымыз өте тығыз, қатты жабылу керек, бұралып кетпеу керек. Яғни кейбір қақпақтар тозып кетуі мүмкін, ол кезде ол тығыз бұралмайды, сондықтан мұқият болыңыздар. Осылай орамалмен қатты қысып бұраймыз. Енді кезекте сақтау үшін осындай суға тағы да бір банкаларымыздың сыртынан 10-15 минут қайнатып алатын боламыз. Яғни салаттарымыз жақсы сақталу үшін осы әдісті жасаймыз. 10-15 минут қайнатқаннан кейін салаттарымызды жылы жерге 1 тәулікке қойып қоямыз. 1 тәуліктен кейін тоңазытқышқа немесе жаңағы погребқа салып сақтауға беруге болады.